Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мына берілген теңдеудің типін анықтайық. Олай болса дельтаны табуымыз керек. Бізде ең бірінші uxx-тің алдындағы коэффициент ол a11, сонда a11-іміз біздің 1-ге тең. Ал uxy-тің алдындағы тұрған коэффициент ол 2a12, сонда бізде 2-ге 1 көбейтіліп тұр, е? Сонда біздің a12-іміз 1-ге тең екен. Соны жазып қояйық мына жерге. Одан кейін uy-тің алдындағы коэффициент ол біздің a22-ге тең. Яғни минус 3-ге тең. Олай болса, дельтаны табайық. a12-нің квадраты, яғни мынау дискриминант, е? a12-нің квадраты минус a11 көбейту a22. Енді орнына апарып қояйық. Сонда 1-дің квадраты минус 1 көбейту минус 3. Бұл бізде 1 плюс 3 4-ке тең. Олай болса, дельта үлкен 0-ден. Онда бұл гиперболалық типті. Олай болса, бізге берілген теңдеудің типі гиперболалық тип екен.